медаль, ол не медаль? Бұл орден. Орден, ха. Бұл өнерге қызмет деген Ресей Федерациясының 3-ші нөмірмен алдым. Жаңадан шыққан ордені. Маған дейін 2 адам алған екен, мен 3-ші болып маған берді. Жақсы, енді деген сіз қарасаңыз Германиядан берген, тағы жаңағы мұсылман мемлекетінен берген, Ресейден берген, Қазақстаннан не алдыңыз? Мен Қазақстаннан мәдениет саласының үздігі деген, мәдениет саласының үздігі. Сосын Астана Суретшілер одағынан құрмет деген алтын медаль. Сосын сауап деген мынау ауғандардың несі, за благотворительность. Ауғанда соғысқандарға арнап шығарған медаль. Медаль сауап деген сауап. Сол маған да сіз сауапты істеп жүрсіз деп жаңағы. Енді мен қазір өзім өмірімде 70 жылдан бері мынау бүкіл одақтық, дүниежүзілік, республикалық, облыстық көрмелерге қатысып жүрмін. Осы уақытқа дейін 50-ден астам жеке шәкірттеріммен бірге көрмеде өткізіппін. Сіздің шәкірттеріңізден бір интервью алып едім алдында. Иә. Орыс келіншек, және де қазақ келіншек бірді алдым. Мен байқағаным, олардың жүзінен нұр шашылып тұрғандай көрінді маған. 1999 жылдан бастап алтын ғасыр басталды. Сол 1999 жылдан бастап жердің бетіне Алланың нұры төгіліп тұр. Қазір сондай керемет балдар туылып жатыр. Я? Вундеркинд. Дети, рожденные с гениальной потенцией. Оларда мына сезім өте күшті. Мәселен, мен академ книга кірген кезде мынау өнер кітаптар бар ғой, мен амандасады. Қалай? Ана өнер кітаптарынан жылу шығады маған қарай. Кәдімгі пешкеден шыққан сияқты жылу шығады. Сезесіз? Сезгенде де мені келіп құшақтап, аузымнан да кіреді, бүкіл дененің бәрі қоршап алады. Ал ана өлі кітаптар сол күйі тұрады. Адамдардың көбі ана өлі кітаптарды оқиды. Неге Достоевский «Красота спасет мир» дейді? Өйткені ол да өлі жандарды көре білген. Неге Гоголь «Мертвые души»? Ол да көре білді. Қазір біздің қоғамда мертвые души көп па? Мен басымнан өткен нәрсені айтайын. Алла өзі жар болсын. Алматыда 98 жылы Көкіл деген колледжде выставка жасадым. Сонда мастер-класс өткіздім. Бір әйел кісі келді, баласын алып. Баласы 4-ші класста оқиды. Сөйлей алмаған. Қорқып. Өйткені анау күйеуі күнде ұрады екен, әйелін. Содан бала қорқып, бала сөйлей алмаған. Содан жаңағы молдаға алып барған, мешітке алып барған, жаңағы апармаған адам қалмаған. Врачтарға да алып барған, ешқандай не жоқ. Содан біреулер айтқан шығар, неге арт-терапияға алып барыңыз, сурет салсам жақсы болып кетер деп, маған алып келді. Содан не керек, жаңағы бала, мен 1 апта жұмыс істедім, 1 аптаның ішінде бала сөйлей бастады. Соның кейін жұмыс істегенде сіз сурет салдыңыз? Сурет салдырам ғой. Соның кейін сурет салдырам, Құран оқимын. Енді ата-бабаның жолы ғой маған ашылып отқан. Әйтпесе мен Москвада институт бітірген архитектураны сәулетші болып істеп, қазірде мен сәулетшілер сияқты жүрім, бай болмасам да орташа болып. Бірақ жаңағы мына нәрсе ашылғаннан кейін осы нәрсеге болып бетті бұрып қойды. Сонымен 1 айда сурет салды, бір күні маған келе жатса екеуі Алматыда 98 жылы. Ана баланың рентген ашылады, 3-ші көз ашылады. Маңдай көз? Маңдай көз ашылады. Өйткені мына методикада адамдардың сол барлық қуат нүктелері ашыла береді. Бірінен кейін бір.
олардың бәрі жабылып қалған ғой адамдарда. Содан жаңағы бала мама деп мамасы қолын ұстайды. Өңкей скелеттер сақырлап өтіп бара жатыр алдымнан деп айтады дейді. Скелеттер сақырлап. Арасында қоңыр силуэт бар дейді. Сонда егер 99 адам скелет болса, бір адам, менің өзім, өйткені Алланың 99 аты, 99 адамға жабылып тұр. 100 адамның ішінде біреуі ғана Алланың 99 атын айтатын шығар. Сондықтан қазақтар қоңыр деген сөзді, қоңыр деген түсті жақсы көретін себебі сол. Құранда қоңыр. Иә, Құранда қоңыр. Негізі мына қоңыр деген бұл әулие әнбиелердің түсі екен. Өйткені жер қоңыр сөйлейді, көрдің жер. Егер сен адам деген қасиетке ие болсаң, сол жер ана сені әр уақытта өзінің нұрымен көтеріп жүреді. Ал енді адам деген қасиетке ие болу үшін мына деңгейге шығуың керек. Ол қандай деңгей? Бұл Алланың 1001 қасиетті арған деңгей. Бұны мысалы мынау иман деңгейінің теріс жағы кәпір дейді, бұны шариғат. Мынау тарихат. Тарихаттың теріс жағы бұл мынау жаңағы иттік сипат болса, мынау доңыздық сипат дейді. Бұны имам Ғазали айтады. Мынау мағрифат. Мағрифат деген жаңағы періштелік ілім. Бұның теріс жағы жаңағы жынның қасиеті дейді. Міне осы үш деңгейде, үш деңгейдің емшілері болады дейді. Олар өзін емшім деп атайды дейді. Бұлар өлі жандар дейді. Ғазали айтады. Мынау дейді періштелік деңгей дейді. Бұның теріс жағы 200-лік. Көрсеңіз? Қалай 200? Күндіз Құдайға сенеді де, түнде ночной клубқа кетіп қалады да. Жүрсің ба? Аузында Құдай деген сөз бар да, бірақ тірлігі басқаша. 200-ді. Бірақ мен енді осының төртеуі де мына деңгейге көтеріледі дейді. Мынау адами, инсани, камали рухы деңгейі дейді. Көрдіңіз ба? Бұл жаңа кемелденген адами рухтың деңгейі. Бұл 1001 қасиетке ие. Мынау 1000 қасиетке. Мынаның бәрінің өздерінің қасиеттері бар. Мынау 3-0, мынау 3-6, мынау 3-9, мынау 1000 қасиет. Бірақ бұның төртеуіне де жаңа лағнет атқын араласады екен. Бәрі араласады. Мына жерде де араласады. Бірақ бұл жерде сізде Ванька Встанька деген бар ғой. Сізде 1001 деген қасиет тұр. Сізде ұрып құлатса да қайттан сіз Аллаға жалынасыз, тұрып кете бересіз. Нағыз сынақ мына жерде өтеді. Мықты жындар сол жерде жүреді. Айтып отыр ғой, ең мықты сынақ осы жерде өтеді. Міне сондықтан неге біз мысалы халықтың арасында бір жақсы адам көрсек, мынау дейміз ғой, мынандай адам дейміз. Мәселен де бір жақсы картинаны көрсек, мынандай дейміз. Өйткені біз Алла тағалам ол барлық жерде. Енді менің өмірімде мен Аллаға шүкір деймін. Мынау жас кезімде кейде асыққа таласып, бір әйтеуір жағдайменен біреулердің қолы тиеді ғой, сол балдар ауырып қалады. Соның кейін мен Аллаға шүкір деймін, мен бір адамға жақсы сөз айтсам, әлі қазақ айтады, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сол жаңағы жақсы сөз, мына тілек, баталар қабыл болып, анау адамдар өзгеріп кетеді өмірлер. Ағасы, енді деген мына суреттеріңізге көшсек, былай қарап тұрсақ, енді әрине мен деген бірден сізді таныған жоқпын осы. Өткен жұма күні жаңағы выставкаңызға барып кірдім де, оператор болып. Негізі барамда сүрем де кетіп қалам. Бірақ кіріп келгенде мен таң қалып қалдым. Мен бір ғажап дүние көріп қалдым да. Бұның авторы кім дедім? Бұл деген неординарный личность қой, бұл жазылған дедім да бірден. Қарап тұрып енді мына бояулар, түстері өзіңіз таңдайсыз ба? Қалай мына сары түс, көк түс не білдіреді? Бұл жерде былай. Шәкәрім атамыздың «Иман» деген кітабын мен оқыдым.
оқығанда көзімнен жасқа толып оқыдым. Сонда ол кісі былай дейді: үйренсе ғылым менен сал өнерін, білер адау өнердің не берерін. Табысса ақын ойшыл адаммен, табар адау адалдық ар көмегін дейді. Міне қазір адамдарға жердің бетінде осы адалдық ар көмек жетіспей жатыр. Адамдардың барлығы қайда баратқан өзі білмейді. Барлық кітаптарда адамзат қанша ғасыр, миллиард, 2 миллиард жыл жердің бетінде өмір сүрсе, барлық ғұламалар, барлық қасиетті адамдар, барлық жазылған кітаптарда жақсылық пен жамандық туралы, мынау дүние қоңыздықтың қай жаққа апаратыны туралы, жалпы мынау адамдар, адасқан адамдардың қайда баратыны туралы көп жазылған. Енді қазір мынау 21-ші ғасырдың басы, өзі бізде қазақта мақал бар ғой, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Біз мына қазанды көрген ұрпақпыз 20-ші ғасырдың соңында. Енді мынау жаңару ғасырында көріп келе жатырмыз. Адамзат өтеді бәрінен. Жақсылық болады. 2050 жылға дейін жердің бетінде әлгі қойдың үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заман болады. Неге? Өйткені біз біріншіден бұл заман ерекше заман болады. Өйткені біз алтын ғасырға кірдік. Қазір енді адамзат сол алтын ғасырдың тегін қалай ағытуды білмей жатыр. Кілтін қалай ашуды білмей жатыр. Міне сондықтан қазір адамдарда өте үлкен сондай ішкі дүниесінде, сыртқы дүниесінде өзгерістер болып жатыр. Қазақтың біздің ата-бабаларымызда сал өнері деген өнер болған. Сал. Сурет сал дейді. Көрдіңіздер ме? Енді сал серілер. Ақан сері, Біржан, Тәтімбет, Абай, Балуан Шолақ, Қажымұқан, бұлардың бәрі сал серілер болған. Бұлар қазақтың ерке ұлдары. Өйткені бұларға әмбебаптық, ғарыштық сан ашылған. Бұлар суырып салма ақын, бұлар музыкант, бұлар биші, бұлар дизайнер. Өзінің киімдерін өздері тігетін болған ғой. Бірақ бұл ана бай қоғамға жақпаған. Қазірде мінекей қарап отырсаңыз, қазір қоғам бөлініп кеткен. Бірақ сол бөлінген қоғам осылай бөлініп барып, бірін-бірін табады. Қазір енді адамзат түсініп жатыр. Дүние ол адамды жоғары әлемге көтере алмайды түсініп жатыр. Қазір мынау байыған адамдар халыққа қарай бұрылыс жасап жатыр. Мына елбасымыздың рухани жаңғыру деген үндеуі, бұл енді дер кезінде айтылған, қазір енді үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Мынау жаңағы әулие сакральный место дейді, әулиелі жерлерді қолға алайын деп жатыр. Оның кейін қазір біздің халықтың арасында әртүрлі салада ашылған адамдар бар қазір. Соларды жинап, соларды кішкене жаңағыдай қолдау жасап, соларға кішкене жолдарын ашса, мен ойлаймын, халық тұрып кетеді. Халық қазір, халықта құлшыныс деген күшті қазір. Өзін-өзін тануға деген. Қазіргі заманның қазақшылығы, дүние табы. Адамзат дүниеге бөленіп қалған. Негізі деген біздің қоғам емес, адамзат дүниеге бөленіп қалған. Дүние тапса, адам ақылды деп ойлайды. Дүние табылмасаң, сен ақылсызсың. Енді мынау дүние жүзіндегі болып жатқан жанталас, тақталас, дүние талас, бұл әлбетте барлық адамдарға әсер етеді. Бірақ дегенмен біздің ата-бабаларымыз осынша жерді бізге қалай қорғап қалды? Олар қалай бізге осындай байлықты аманат қылып қалдырды? Қазір менің сезуімше әрбір адамның ішкі дүниесінде ата-бабаларымыздың бізге берілген аманат оянып жатқан сияқты. Ол оянуға да тиіс. Міне сондықтан мынау сіздерге де мен бүгін студияға келіп, мына өзімнің жаңағы
жырымды да сырымды да ақтарып отқан себебім осы. Өйткені менің көзім жетті. Қазір шетелде, Ресейде жүрген керемет талантты қазақтың жігіттері бар. Солар қазір қазақтың кім екенін танытып жүр. Мен де міне қанша мемлекетте болып келдім. Маған барлығының айтатыны, сіздің президенттеріңіз мықты дейді. Біздің президентімізді жақсы дейді шетел. Мен де жақсы деймін. Өйткені бұл кісі өте үлкен бұрылыс жасап жатыр. Енді сол бұрылысты халықпен біріктірсе, біз тез шығып кетеміз. Рухани жаңғыруды айтып отырсыз. Иә, рухани жаңғыруды айтып отыр. Міне біз рухани жаңғыру деген ол сөзбенен, болмаса протоколмен шешілмейді. Ол механизмдерді ояту керек. Мәселен, жаңағы қазір бізде 100 томдық фольклор шықты. Ешқандай халықта бұндай фольклор жоқ. Сол фольклордың барлығы ғарыштық механизмдер. Жақсы аға. Рухани жаңғыру деп жатырмыз. Ұлттық код деп жатырмыз да. Ұлттық код деген не өзі? Ізденістеміз біздер қазір. Ұлттық код деген бірінші әлімсақ дейді. Бірінші жарылыс бар ғой. Сол бірінші жарылыста біздің жанымыз таңба болып жарылған. Таңба. Сонда біздің жанымыз жаратқанға уәде берген. Біз сізге берген сертімізден таңбаймыз деп. Міне сол мына біздің жасап атқан нәрсеміз. Кейде маған имамдар, мен сөйлеп атқан кезде, ой бәке, сіз әлімсақтың кілтін аша аласыз ба дейді. Мен айтым, бағаны бермей мен не айтып жатырмын? Мысалы, біздің ата-бабаларымыздың жасаған ой өрнегі, әсіресе киіз үйі. Міне ұлттық кодтың моделі, кілті бұл қазақтың киіз үйі. Біздің эрамызға дейінгі 5-ші ғасырда Пазырық қорығынан табылған киіз үйдің заттары қазір көбі Ленинградта музейде тұр. Ал енді біздің жерімізде қаншауы бар мен білмеймін. Мен сол заттарды мен зерттеген кезде, мысалы мен Құранда 88-ші сүре, Қашия деген сүре, киіз үй деген сүре. 4 аятында жазылып тұр. 13, 14, 15, 16 аятында. Бүкіл киіз үйдегі жаттар жұмақта жайылып тұрады екен. Біздің аналарымыз бен аталарымыз көкірек көзіменен соны тартып, мен сол кодты тартып өмірге келтірген. Енді нағыз өзінің орнымен істелген киіз үйдің ішіне кіріңізші. Сіздің денеңіздегі блоктардың бәрі автомат сыпырылады. Мына біздің картинада выставкада өткенде өзің кірген кезде, ол сендегі блоктарды симат етіп жіберді. Ол адамға жылу болып келеді. Ол адамға салқын леп болып келеді. Ол адамды тербетуі мүмкін. Ол адамға иіс беруі мүмкін. Өйткені біздің 5 органымыз бар ғой. Көзіміз көру арқылы 78% жоғары жақтың ақпарат картина арқылы қабылдайды. Құлағымыз басқа ести алмайтын нәрсені біздің құлағымыз естиді. Мұрнымызбен жоғары жақтан келетін иіс сеземіз. Ашыла бастайды бәрі. Мынау аузымызбенен тәтті. Кейбіреулер кейде менің шеберханама келген кез, аға аузым бәрі тәтті болып кетті дейді. Әсіресе жас балдар. Келіп, бүйтіп қуанып жүреді де, бірден көздері ашылып кетеді де, аға, розагүлдің иісі шығып жатыр, қаяқтан шығып жатыр дейді. Мен айтамын, розагүл жұмақта өседі. Мінекей, шүкір деймін. Мысалы, неге Пикассоны дүниежүзі біледі? Неге жаңағы Андрей Рублевті біледі? Өйткені олар сол бірлік әлеміне кірген адамдар. Олар да сол кодқа кірген адамдар. Енді әр халықтың өзінің коды бар. Мәселен, қазақ халқының коды міне киіз үй. Бұның кілті киіз үй. Енді сіз киіз үйдің энергиясына кірдіңіз бе, болды. Сізге ана код ашылды дегенсіз. Ол не ол? Ол әке жақтан келетін иман, ана жақтан келетін үміт, өзіңіздегі Аллаға деген махаббат. Міне кодтың кілті осы үшеуі. Міне енді осы мына Қазығұрт тауында мен жылына 2 рет осы жаңағы қасиетті жерлерге барасыз. Иә. Керуен шығарасыз. Иә. Сонда адамдар қандай өзіне әсер алады? 94-ші қасиетті жерлерге қандай жерлерге барасыз негізі? 94-ші жылы мен саналы түрде
Қазығұрт тауының басына көтерілдім. Жас кезінде сол тауда әкем қой баққан. Мен әкеммен бірге қой баққан. Сонда мен ойлаймын, сол жас кезімнен маған Қазығұрттағы бір киелі, қасиетті, құдіретті жаратушының махаббаты сол жас кезімнен маған сол таудан берілді ғой деймін. Ал енді саналы түрде 94 жылы шықтым. Сонда өте үлкен менде түйсік болды. Біріншіден мені бірліктің ішіне кіргізді. Екіншіден маған Қамбар атаның жолын ашты. Үшіншіден ғарыш ашылып, ғарыштағы құдіреттерді көрсете бастады. Жоғарыдан екі періште түсті. Көрдіңіз бе? Мен Құран оқып отырмын, мынау боковой зрениемен көріп тұрмын. Мынау ақ киімдегісі оң иығым аяғын тигізеді, айналады. Ауада айналып тұр, түспейді жерге. Кәдімгі біздің ұлттық киімде. Мынау сол иығыма қара киімдегісі. Галоша деген қара. Мәсік еміс киіп алған. Аяғын тигізеді, шырөбек айналады. Кейін Құраннан тауып алдым. Мынау ақ киімдегісі Әмір Мағруб. Білім, ілім, ғылым үйрететін періште екен. Ал қара киімдегісі Нахи Мүнкер. Кім қисық жолға түсіп кетсе, соны түзу жолға түсіреді екен. Міне сол 94 жылдан бастап менде үлкен өзгерістер басталды өмірімде. Сол жылдан бастап мен Қазығұртқа жылына 2 рет жаңағы керуенде өтсін ғой, керуенді алып шығамын. Ол керуенге қай жақтан адамдар келеді? Керуенге Ресейдің барлық қаласынан келеді. Дальний Востокқа дейін келеді. Кейде 30 адамға дейін жиналады. 10 адамнан. Сосын өзіміздің қалалардан жиналады. Егер осы маған келген, мен сол 94 жылдан бері айтып келе жатырмын. Бірақ әзір құлаққа жетпей жатыр. Егер осы әдістемені қолға алса, маған қолдау жасаса, осы әдістемені дүние жүзіне таратып, мына Қазығұрт тауына, жалпы Қазақстанға дүние жүзінен туристерді алып келуге болады. Біз соған келе жатырмыз. Мен әлі сенем сондайдың болатынына. Сондықтан неге Қазығұрт? Қазығұрт неге халықтың ішкі жан дүниесінде айқайлап тұр? Басында Қазығұрттың кеме қалған, қалмаса ол әулие неге болған дейді. Қаншама аңыздар Қазығұрттың байланыста тұр. Құранда 78 сүре, Нәбә деген сүре. Ұлы уақиға дейді. Қазығұрт енді маған ашылғаны ең бірінші жоғарыда түсірілген тау екен. Қазығұрттың астының барлығы динозаврлар. Сол динозаврлар тоқтату үшін Алланың ең бірі түсірген тау екен. Міне сондықтан бұны Мировая гора дейді. Мысалы, ирандықтар біледі Мировая гораны қайда екенін, бірақ қайда екенін білмейді. Ал енді қазір бар екенін біледі, қайда екенін білмейді. Білсе келер еді ғой. А жапондар спутник арқылы тауып, мынау Қазығұрт спутник арқылы бұл ерекше бір энергия шығарып тұрады екен. Бұл таудың үстіне самолет ұша алмайды. Бұл тауға сіз жазда шыға алмайсыз, ыстық. Мысалы, июль, август айында уже шыға алмайсыз бұл тауға. Мүмкін емес. Ана таулардан шыққан ыстық. Сосын бұл таудың үстінде қар жатпайды. Қар жауса болды, еріп кете береді. Сосын мынау немістер де келіп жатыр қазір. Жаңағы оларда спутник арқылы емі көреді. Сосын Қазығұрт ашылып жатқандар көп қазір. Кейбір сол Қазығұрт зерттеп жүргендер, енді Алла жар болсын өзі, маған айтады, бәке дейді, бұның кілті сізде сияқты болып көрінеді бізге дейді. Мен айтым, оны енді бір жаратушы біледі. Мен енді 30 жыл болды ғой қазір. 86 жылдан бері мен осы әдістемені қазір таратып жүрмін. Қазір Жапонияға дейін салады. Неге? Өйткені бұл өте тез тарайды әдістеме. Жақсы аға. Енді рухани жаңғыру деп жатырмыз. Рухани жаңғыру енді бір жыл емес, ол деген бірнеше жыл емес, ол мәңгілік болу керек рухани жаңғыру. Қалай ойлайсыз? Сосын деген енді тағы бір айтып кететін жағдай, осы мектептің бағдарламасына неге осындай
сізді кіргізбейді. Неге оқымайды екен адамдар? Бала кезінен оқыту керек қой бұндайды. Мынау рухани жаңғыру деген жаңағы үндеуінен кейін қазір енді адамдар ойнатын шығар. Бірақ оға дейін менің кірмеген есігім, кірмеген тесігім қалған жоқ. Барлық жердегі бірақ қана жауап, біз түсінбейміз дейді. Мен айтып, мен түсіну үшін мынаны зерттейік та. Сіздер маған бала беріңіздер, бір ай тексеріңіздер. Мен осы жерде 4 мектепте 2005 жылы Көкталдағы 40 мектепте 1,5 жыл осы әдістермен көрсеттім. Сонда 4-ші кластың оқушылары бір айдың ішінде выставкаға шығып кетеді, выставка жасайды мектепте. Сөйтіп, ана департамент образования келеді де көріп, о, бәке, мынау керемет. Мынау мектеп тура түріктердің лицейі сияқты оқып таптыза. Болды, кетеді, арғы ештеңе жоқ. Содан өзім барам министерствоға. Мен тыңдайтын адам жоқ. Әлі күнге дейін тыңдайтын құлақ жоқ. Әйтсем, олар қайда, бізді іздеп жүр керек. Міне Жапонияның бір ерекшелігі, Жапонияда жаңағы қызық адамдарды, ерекше ойы бар адамдарды, ерекше тұлғаларды іздеп жүрді екен оларды. Сонда агентство бар екен. Бізде білмеймін, жоқ. Бізге сонда агентство ашу керек. Біз міне еш уақытта менде өкіметтен ақша сұрап жатқан жоқпын. Тек қолдау сұрап жатырмын. Қолдау. Мен мәдениет министріне де кірдім. Білім министрлігіне 12 министрге де 12 жыл бойы кірдім мен. 12 жыл бойы. Әлі де көтеріп жүрген жоқ. Бірақ оның ішінде де түсінетін адамдар қазір пенсияға шығып кетті. Түсінетіндер бар. Бірақ әйтеуір бір система кіргізбейді. Аға, енді деген сіздің алдыңызда мында Софы жолында, ата жолында жүрген Тоқберген Байтасов деген аға келіп кетті. Сонда бірінші болып, осында батасын беріп кетті. Батасын бергенде жаңағы осы ерекше тұлға бағдарламасы, жобасы іске ассын деп. Соны бір жеттен кейін сізді кездестім, ерекше тұлға. Енді сіз ерекше тұлға және де өте Қазақстанда емес, дүние жүзінде бір-екі адам башқарсыз сияқты. Осындай адамдардың батасы қабыл болады дейді, сіз сияқты адамдардың. Жаңағы көзі бар көрмейтін, құлағы бар естімейтін, тірі бірақ жаны өлген адамдарға не айтасыз? Мен өте сенемін. Біздің жерімізде қазір 6-7 жерде алтын адамның киімі табылды. Ол неге басқа жерде табылмайды? Бізде табылып жатыр. Бұл үлкен белгі. Мынау алтын ғасырдың кілті біздің халықтың қолында тұр. Сондықтан мынау өкіметпенен халық біріксе, осы ұлттық кодтың ашылатыны осында. Жақсы аға, енді деген осы өзінің қазақ ұлтыма бір бата беріп жіберсеңіз. Амин. Алладан рахым, пайғамбарлардан шапағат, періштелерден ұлағат жаратқан Алла Тағала. Қол жайып отырған пәндаларыңызға алалшылығын қабылайла. Біліп білмей жіберген күнәларымызды, қателіктерімізді жарылқап, кешірім жасап, тәубамызды қабылайла. Дастарханымызға берек кіргізіп, шаңырақтарымызды биіктете көріп, бастарымызға түскен ауыртпалық қайғы-қасіреттен ажыратып, сиқырдан, тіл көзден, бәле жаладан, кесірден, кесапаттан, түйілген түйіншектен, ауру сырқаудан, барлық жамандықтан өзіңнен пана сұраймыз. Өзіңе ғана сыйынамыз, өзіңе ғана құлшылық етеміз, өзіңе ғана үміт артамыз, жаратқан Алла. Шығыстан шындықты келтіре көр, батыстан бағдәулетті қондыра көр, солтүстіктен ақылды түсіре көр, оңтүстіктен қанағатымыз қалыптастыра көр, жер бетіндегі дін исламға күш-қуат бере көр. Бір-біріміздің арамыз адамгершілік, достық, ынтымақ, бірлік, туысқандық, сүйіспеншілік, махаббат, бірлік, жақсылықтын айта көр. Елімізге, жерімізге, отанымызға, елбасымызға, жалпы қазағым деп шаршамай еңбек етіп, жұмыс істеп, қазақ үшін жанын пида етіп жүрген адамдардың
адамдардың жолдары ашылсын. Істеп жүрген тірліктеріне ырыс несібе, берекеңді, мерекеңді, сән салтанатыңды, бар жақсыңды бере көр жаратқан Алла тағала. Жер бетіндегі барлық адамдарға, қол жайып отырған адамдарға, ізгі ниет, адал тілек тілеп жүрген адамдарға Алла тағалам өзіңнің махаббатыңды, кереметіңді, құдіретіңді, қасиетіңді, өзіңнің 99 есің марқы берілетін тылсым күш құдіреттеріңді нәсіп ете көр. Раббана атина фид дүния хасанатын ва фил ахирати хасанатын ва қина азабан нар бирахматика архамар рахим.